Егер қадірін қашып, адамдар сені сыйламай жатқанын сезсең, ең алдымен жағдайды талдап, өзіңнің әрекеттеріңді бағалағаның жөн. Кейде өзіміздің қателіктерімізді түсінбей қалуымыз мүмкін. Міне сондай жағдайларда мына көрсетілген бірнеше кеңестерге құлақ асқаның жөн. Бірінші, өзіңді құрметтеуді үйрен. Адамдар сені өзің қалай сыйласаң, солай сыйлайды. Өзіңе деген құрметті арттыру үшін өзіңе күтім жасау, эмоционалдық жағдайыңа көңіл бөлу, күшті және әлсіз жақтарыңды білуің маңызды. Өзіңді құрметтеуді үйрен. Бұл өзіңе деген сенімділікті арттырады. Өз өміріңдегі маңызды нәрселерді түсін. Өзің үшін не маңызды екенін білсең, басқалардың пікіріне тәуелді болу азаяды. Құндылықтарды анықтау арқылы сен өз шешімдерің мен іс-әрекеттеріңді жақсырақ түсініп, артық уайымсыз өмір сүре аласың. Екінші, шекараларыңды анықта. Кейде адамдар сенің шекараларыңды білмей, құрметсіздік танытады. Шекараларыңды нақты әрі ашық белгілеу арқылы оларға өзіңнің қандай қарым-қатынас түрін күтетініңді көрсетесің. Үшінші, әрекетіңді қайта қара. Қалай сөйлейтінің мен әрекетіңе талдау жасап, өзгелерге қалай әсер ететінін түсінуге тырыс. Мүмкін сөздерің немесе қылықтарың өзгелерді ренжітіп, немесе дұрыс түсінбей жүрген шығар. Егер біреуге сенің іс-әрекетің ұнамаса, өзіңді және істеп жатқан ісіңді қайтадан ой елегінен өткізуің керек. Әрдайым өзгелердің пікірін ескеру арқылы өз әрекеттеріңді жақсартуың мүмкін. Бірақ өз пікірің мен мақсаттарыңды да ұмытпауың маңызды. Төртінші, өз пікіріңді білдір. Әр ортада өз пікіріңді білдір. Өз ойларыңды, көзқарастарыңды еркін айтып, пікіріңді ашық жеткізуден қорықпауға шақырамын. Бұл өзіңді құрметтеуге, сенімділікке, әрі жеке тұлға ретінде қалыптасуға көмектеседі. Әр түрлі ортада пікір айтқанда, оны сыпайы әрі дәлелді түрде жеткізуің маңызды. Өйткені бұл сенің пікіріңе құрметпен қарауға адамдарға ықпал етеді. Сондықтан да көпшілік арасында тыныш қалмай, сыпайы түрде өзіңнің ренішіңді немесе ойыңды жеткізуге тырыс. Бесінші, жаңа орта ізде. Егер сен жүрген ортада сені бағаламай, қадірлемей жатса, онда басқа адамдармен араласуға тырыс. Өзіңді қолдайтын және түсінетін адамдарды табуың өте маңызды. Өзіңді қолдайтын жаңа орта іздеу, сенің құндылықтарыңды, пікіріңді, мақсаттарыңды түсінетін, қолдайтын адамдар. Бұл орта сені ынталандырып, дамуыңа, өсуіңе ықпал етеді. Мұндай ортаны табу үшін өзіңе жақын, қызығушылықтары бар адамдарды ізде. Алтыншы, құрметті талап ету. Кейде басқалар сенің қадіріңді танымаса, өзіңнің олармен қарым-қатынасыңды қайта қарап, қажетті құрметті талап етуге тура келеді. Сыйластық екі жақта болуы керек. Сондықтан тек өзіңді ғана емес, басқаларды да құрметтеуді үйрен. Ең бастысы, сенің ішкі сенімің мен өзіңе деген құрметтің арқылы басқалардың да көзқарасы өзгереді. Жетінші, өзіңізді дамытыңыз. Жеке тұлға ретінде үздіксіз өсуге, білім алуға және дағдыларды жетілдіруге ұмтылыңыз. Жаңа нәрселерді үйреніп, кәсіби және жеке салаларда біліміңізді кеңейтіңіз. Өзіңізді қоршаған адамдармен қарым-қатынасты жақсартып, сенімді, қолдаушы орта қалыптастырыңыз. Өзіңізді дамыту үздіксіз процесс болғандықтан, күнделікті кішкене қадамдар арқылы үлкен нәтижелерге жетуге болады. Міне құрметті оқырман, ортаңызда қадіріңіз қашып, сыйыңыз кетіп жатса,
Жоғарыдағы аталған әрекеттерді міндетті түрде орындаңыз. Әр адамның өз ортасында қадірлі, сый құрметке ие болуы, бұл адамның өз ортасында беделге ие болып, басқалардың құрметін, сенімін алуын білдіреді. Адамдардың адамдық пен шынайылығы, өз сөзі мен ісіне адал болуы, әрдайым шындықты ұстану арқылы адамдардың сеніміне ие болады. Жауапкершілігі, өз міндеттері мен уәделеріне жауапкершілікпен қарауы сыйлы етеді. Қамқорлық пен көмек көрсетуі, адамдарға шынайы қолдау көрсетіп, олардың мәселелерін түсініп, көмек қолын созуы құрметке лайық етеді. Үздіксіз дамуы, білім алуға, өз-өзін жетілдіруге ұмтылған адам басқаларға үлгі болып, қадірін арттырады. Кішіпейілділігі, өз жетістіктерімен мақтанбай, қарапайым болуы сый құрметке апаратын ұлы жол. Құрметті болу бұл тек бедел мен жетістіктерге байланысты емес, адамның тұлғалық қасиеттеріне де тікелей қатысты. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, адамдардың көпшілік ортада қадірінің қашуы, сый құрметтен айырылуы, тікелей жұрт ортасында өзін ұстауына байланысты. Әр уақытта өтірік айтуы, сенімнен шығуы, жалған сөйлеуі, уәдесінде тұрмауы, айтқанын істемегені, мұның барлығы әр адамның жеке тұлғалық қасиеттерін айқындап көрсетері анық. Құрметті оқырман, ақпарат ұнаса, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып, достарыңызбен, жақындарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер ақпараттарым, нақыл сөздер, ғибратты әңгімелер каналымнан көптеп шығады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.